Мағжанның санасында Абай өмір сүріп тұр ғой. Иә? Сөйтіп өтті да Мағжан күз өлең жазып отыр. Өзі күз жазып отыр Мағжан. Шолпан жинақ, 19 жасында шолпан жинағын шығарып отыр. Сонда бейіт күзде масаттай құлпырар жетіңіз дейді. Қате ғой Мағжандікі. Ал Абайдан автомат түрде алып отыр ғой. Бейсаналы түрде алды да, ана қате ұғым кетіп қалды. Енді күзде масаттай жеріңіз құлпырмайды ғой. Соншалықтан Абай жақсы көргенде айрамайған ғой Мағжан. Ана көрдіңіз бе? Бұл да қызық факт. Міне осындай нәрселер бар. Абайдың тіркестері кейін көп ақындарда тұрды. Тіпті Мағжан тіркестері замандастарының өзінде тұрды. Оны Жүсіпбек айтты. Тіпті Мағжанды жоққа шығарып жүрген кейбір біздің де ол Сәкен мен Сәбит деп егзеп тұр. Солардың өзі Мағжан қосылып еліктей бастапты дейді. Ол еріксіз еліктеу ғой. Еріксіз ол өйткені санада өмір сүріп тұр ғой. Сондықтан еріксіз. Көрдіңіз бе? Бұл жаңағы біздің көркемдік поэтикалық танымымыздың бір ареал сияқты ландшафт дейсіз ба? Тіпті географиясы дейсіз ба?